Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы, сабақтың тақырыбы ел ертеңі білімді жастар. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Еңсесін көтеру, повышение качества, рухани жетілу, духовное совершенство, гибрат, пример, сауатты, грамотный. Жаңа сөздерді қолдана отырып жұмысымызды жалғастырамыз. Кітаппен жұмыс 99 бет 3-ші тапсырма. Мәтінді тыңда, оқы. Менімен бірге мәтінді оқимыз. Дүниенің сырын білуге есік ашатын алтын кілт білім. Дана бабаларымыз күш білімде, білім кітапта. Мұхит басы бұлақ, білім басы кітап деп бекер айтпаған. Ел болып еңсесін көтерген егеменді еліміздің ертеңі жас ұрпақ. Ерінбей оқып, талмай іздену арқылы адам рухани тұрғыдан жетіліп, білім нәрімен сусындайды. Мұндай адам қашанда халқының ықыласына бөлінеді. Асыл мұратына, арман мақсатына білім арқылы жетеді. Жас жеткіншектер данышпан бабаларымыз жазып қалдырған кітаптарды көп оқулары керек. Осындай ғибрат пен өнегеге толы кітаптарды, ақын жазушылардың шығармаларын оқыған адам білімді, тәрбиелі, өнерлі болып өседі. Ағылшын философы Фрэнсис Бэкон кітап оқу адамды білімді етеді. Жазып отыру әдеті сауатты етеді, дейді. Ал Конфуций, білген адам өкінбейді, мейірбан адам мазасызданбайды, батыр адам қорықпайды деген. Енді мәтіннің ішінде жаңа сөздерді тауып алып, сөйлемдерді оқимыз. Мысалы, еңсесін көтерген. Ел болып еңсесін көтерген егеменді елімізді ертеңі жас ұрпақ. Басқа жаңа сөздері бар сөйлемдерді тауып оқыңыздар. Бірінші тапсырма сөйлемдерді аяқтау. Қазір сөйлемдерді оқимыз. Соңында екі сөз тұрады. Тиістісін біреуін таңдау керек. Мысалы, бірінші сөйлем. Мен көп кітап оқимын. Екінші сөйлем. Қазақ жазушыларының шығармаларын оқимын. Күш білімде, білім кітапта. Кітапты көп оқыған адам білімді болады. Арманым білімді азамат болу. Балалар, сөйлемдерді тағы бір рет оқып шығайық. Мен көп кітап оқимын. Қазақ жазушыларының шығармаларын оқимын. Күш білімде, білім кітапта. Кітапты көп оқыған адам білімді болады. Арманым білімді азамат болу. Яғни, егер сіздер көп кітап оқысаңыздар, білімді, өнерлі, тәрбиелі бала бола аласыздар. Білімді жас ұрпақтың қолында біздің еліміздің ертеңі болып тұр. Келесі тапсырма, сурет бойынша 3 сөйлем құрастырыңыз. Сіздерге 3 сурет берілген, әрбір сурет бойынша 1 сөйлем құрастырасыздар. Сөйлемдерді құрастырған кезде сіздер білім, кітап, оқу, күш деген кілт сөздерді қолданыңыздар. Сөйлемдер бүгінгі тақырыпқа сай болу керек. Осымен сабақ аяқталды. Үй тапсырмасын күнделікте қараңыздар. Сау болыңыздар.